Қайырлы кеш. Бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі 1-ші жұмыс дәптерінің 57-ші қоңырауды айтатын боламын. 29 жаттығу. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барма тірлік құрайды. Бұл су. 31-ші жаттығу. Тамақ жеген адам 1 айға дейін шыдай алады, ал сусыз 3 күнге ғана шыдайды. Шөлге ең шыдамды түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды. Дұрыстап құрап жазу керек. Текст шығарады қыз. Келесі 58-ші қоңырау. Су тіршілік көзі, су табиғатта ең көп таралған зат. Оның адамға пайдасы мол, әсіресе минералдық сулар адам ағзасына пайдалы. Суды сақтау керек. 35-ші жаттығу. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Ол су әрине. Айгүл ойнады. Айгүл сумен ойнады. Кішкентай Айгүл ойнады деп жаздық. Келесі егемен елдің еңсесі биік деп мақал-мәтел құрап жаздық. Кез 54-ші қоңырау. 38-ші жаттығу. Қияндағы үйе мәтін қыран құс туралы. Бұл шатқалдақ қос қыранның 40-ші жаттығу. Сосын неге мұз айдыны Алматыда тау басында орналасқан? Коньки тебу үшін қысты күту қажет емес. Солай.